Ассалаумалейкум қыздар, қалдарыңыз қалай? Арнама қош келдіңіздер. Есімім Асия. Бүгін видеода сіздерге сабақ ешқандай мастер-класс емес, өзімнің дайын жұмыстарымды көрсетейін деп шештім. Ең бірінші осындай қуыршақты көрсетейін. Сара есімімен, бұл менде тапсырыс. Қазір упаковкасын жасап, бірінші осыларды салып алатын боламын. Тапсырыстарды реттеуді көрсетемін. Одан кейін үйдегі қалған бар жұмыстарымды біртіндеп таныстыратын боламын. Мен коробкамды алдын ала дайындап алдым. Қазір осыны осылай салатын боламын. Куклам сәл үлкен болып тұр коробкасынан. Осылай. Және маған брелоктарға заказ берген. Бірінші брелок тыква. Осындай тыква брелок. Жанына қоямыз. Чеснок, капуста. Соңғы осындай тыква. Бұған ешқандай бау салмауды клиент өзі өтінді. Сол үшін осылай. Қалай саларымды білмей тұрмын. Менде бұған арналған пакетик та жоқ. Негізі обычно мен брелоктарды осындай пакетиктарға кигізіп әдемі упаковка жасап ішіне салатынмын, бірақ олар сыймайтын сияқты. Осылай салатын шығармын. Қыздар, мен үнемі сыйлық салып жіберемін негізі клиентіне. Осындай брелок салып жіберемін. Гүл қалай түсіру керек сабағы менде видеода бар. Упаковкамды жасап қойдым. Енді өзімдегі бар игрушкаларды, бұйымдарды көрсететін боламын. Алдарыңызда осындай брелоктар. Бұл брелоктар мен бірінші гүлдерін көрсетемін. Білесіздер, менде мастер-класс сабағы бар. Қалай түсіру жолын көрсетіп қойдым. YouTube арнама кірсеңіздер, сол жерден көре аласыздар. Өте әдемі, осы гүлге өте қатты ғашық болып, тоқтай алмай тоқыған болатынмын. Бұны мен жаңағыдай сыйлыққа қосып жібергенге, немесе аяқ асты ярмарка сияқты болған кезде алып шығатын бұйымдарым болмай қалмасын деп осылай тоқып қойдым. Одан кейін осы арбуз брелоктар, өте сүйкімді, кішкентай, әдемі, өзіме қатты ұнайды. Лимон, тағы не, киви сияқты нелерге қарағанда, долькаларға қарағанда осы арбуздікі өте қатты ұнайды өзіме. Сол үшін арбуз. Игрушкалардың ішіндегі маған өте қатты ұнайтыны осы авокадо. Білмеймін неге екенін, бірақ өзіме қатты ұнайды. Ашық түстен іш жағын, хаки түсінен сыртын тоқыдым. Қалай түсіру жолы менде сабағы жоқ, мастер-классы, бірақ осы жоспарда, дәл осы авокадоны түсіру жоспарда бар. Мынаның ішінде әлі косточкасы тоқылып болған жоқ. Негізі авокадо косточкасымен әдемі көрінеді. Косточкасын тоқып, тағы да көрсететін боламын алдағы сабақтарда, мастер-классын жасаған кезде. Және осындай бір ұштық кактус бар. Өзіме қатты ұнап, әдемі көрінгеннен кейін көзіме тоқып көргенмін. Мүмкін сабағын жасайын ба деген оймен. Бұл бірақ жоспарымда жоқ. Бұйыртса көремін, мүмкін болып қалады. Және осындай мимимишный деп айтатын кішкентай қыздар. Мимимишный киттерім. Әдемі, сондай сүп-сүйкімді. Бұларға әлі баулары тағылған жоқ. Осындай неше тоқ қойдым.
тоже брелоктар бұларда. Мынау темный түсі, негізі маған көбінде темный түсі әдемірек көрінетін сияқты. Осы джинсовый түсіне тоқитын боламын, Ярнард джинстың джинсовый түсінен. Жағы ақ, обычный. Бұны да бір шортс қылып салатын шығармын. Қазір менде уақыт болмай жүр, сол себепті сабақ сала алмай жүрмін негізі. Осындай мячиктер. Бұлардың барлығы менде астатық жіптерден тоқылған негізінде. Волейбольный доптар білесіздер, сары, қызыл, көк, ақ түстер болады. Сондай түстер болса өте әдемі болатын еді. Мыналар да жаман емес, бірақ осындай кішкене түсі үйлеспей қалған жерлері бар, бірақ өзіме осы қатты ұнады негізінде. Және тағы да мимимишный зайчик осындай. Кішкентай ғана менде румяна бітіп қалды. Бітіп қалған себепті осылай карандашпен құлағын, бетін бояп қойдым. Өте әдемі көрінеді. Бұның өзі негізі міндетті түрде игрушка тоққан кезде осындай бетін румянамен бояңыздар, өйткені оның өзі кәдімгідей қуыршаққа рең береді. Және мишка, тоже кішкентай мини мишка. Бұны мен ярмаркада отырған кезде тоқығанмын, бірақ почему-то өтпеді. Сол күйінде менде үйде тұр, бірақ өзіме осы мишка қатты ұнайды. Сондай сүйкімді, сондай әдемі. Плюшевый жіптен тоқылған. Сүйкімді, ешқандай жерде ешқандай минусы жоқ. Прям идеальный. Қалай не істеген білмеймін, тез отырып тоқи салдым. Ешқандай қыз мастер-классы, то есть схемасы ойымда жоқ, негізі қарап отырып тоқысам болады. Бірақ енді көреміз бұны да. Өте әдемі осындай. Келесі кезекте қуыршақ осындай. Бұны да өте көп уақыт болды тоққаныма. Ешқандай жерде сатуға жерге қойған жоқпын, ешкімге ұсынған жоқпын. Сол күйінде үйде тұр, мүмкін ярмаркаға алып шығатын шығармын деген ниетпен. Бұл қуыршақтың менде басқа қуыршақтардан ерекшелігі осындай ішінде трусы мен маечкасы бар. Және шашы бұйра қысқа шашты, өздеріңіз көріп тұрғандай осылай тігілген шашы. Бөлек тоқып алып, сосын кейін орналастырдым. Мынаның енді качествосы прям айта алмаймын, өте нығыз етіп тоқығам, өте әдемі, прям өте сапалы болып шықты осы қуыршақ. Бірақ почему-то ешкімге өткізбедім, ешкімге предлагать етпедім де. Осындай енді сыртына киімін тоқу керек. Бұның, кстати, мен осылай панама тоқып қойғанмын. Сіздер, менде мастер-классы бар ғой, үлкен ересектерге қалай панама тоқу керек. Сол кезде осы панаманы көрсеткем, тек үлгісі осындай болады деп. Осылай осы қуыршаққа арнап тоқып қойдым. Енді осыған сай келетін киімін тігу керек, тоқу керек, сонымен бұл қуыршақ дайын болады. Одан кейін менде тағы да бір қуыршақ. Осындай. Бұл да толық аяқталмай тұр. Бұл басында косынкасымен, осындай шашын әлі утюжокпен үтіктеп, әдемілеп жасау керек. Киімін парит ету керек деген сияқты әлі жұмыстар бар. Аяғына аяқ киімі керек дегендей. Бұлайынша дайын. Жайымы сүйкімді болып шықты. Бұны да ярмаркаға алып шығамын. Осылай. Одан кейін осындай күшті бақа. Бұны мен Pinterest'тен көріп ұнатып қалған болатынмын. Үйде көздері болмай қалып, осылай моншақтардан орналастырып жасай салған болатын. Шабытым қатты ұстаған кезде бұны мен басқаша түрін сәл, басқаша дегенде енді сәл кішкене қателіктері бар. Соларды реттеп тағы да тоқылым келіп тұр бірнешеуін негізі. Өте қатты ұнайды осы бақада. Білмеймін неге екенін, бақа тоқылған ұнайды маған. Келесі соңғы игрушканы көрсетемін. Бұл осындай мишка. Прям мынандай сапасы өте әдемі болып тоқылды. Мына жаққа вышивка орналастырып қойдым. Негізі араны вышивка деп жасаған келген еді, бірақ енді оған жібінің несі болмады. Именно сәйкес келмеді да жіптердің, сосын осылай вышивка жасадым. Өте әдемі, сондай ерекше. Көптен бері Pinterest'тен көріп қатты ұнатып жүрген едім. Сол игрушканы өзіме тоқып алдым. Бір Россияның мастерицасынан көріп тоқып алдым. Қазақша мастер-классын сәл өзгертіп шығарамын. Күтіңіздер иншалла. Және осындай сетка шапка. Алдыңғы жылы трендте болған. Сетка шапка. Осындай екеуі қалған болатын. Осы екеуі тұр. Үтпей.
білмеймін неге екенін, может мен дұрыс предлагать етпедім ба, әлде мынандай қатты поеткалармен болғаннан кейін көп адам ұнатпады ма, бірақ предлагать етіп көрдім, бірақ ешкімге өтпеді. Сол үшін өте тұр, бірақ әдемі, басты кигенде өте әдемі тұрады, және аккуратно тоқылған ғой, пайеткамен болса да. Мынау қатты бір жылтырамайды, бірақ бір ерекше өзінің сондай стилі бар. Осындай. Осыдан екеуі бар менде. Игрушкаларымды көрсетіп болдым. Енді тоқыған жемпірімді көрсетейін, кардиганымды. 3 жасқа арнап осындай әдемі кардиган тоқыдым. Мына жерде несі бар, тесіктері бар, түймеге қадайтын. Бірақ әлі түймелерін орналастырған жоқпын. Вышивкасы да толық аяқталып біткен жоқ, бірақ өте әдемі болып шықты осы кардиган. Еш жерінде ешқандай міні жоқ. Енді кішкене вышивкаларын реттеу керек. Алдына вышивка жеткілікті деп ойлаймын, арт жағында кішкене аздау сияқты, және бір ретсіз орналасып қалғандай көрініп тұр. Осы жағын реттесем, осымен дайын болатын сияқты. Жеңі осындай кең, ярнард джинс жібіне тоқылған. Бұл кардиганға менде 3 жіп кетті, қателеспесем, мүмкін 3,5. Егер артығымен айтатын болсам, 4 жіп алсаңыздар, 3 жасқа смело жетеді. Осындай ташодан арылады. Осындай сүйкімді кардиган болып шықты. Одан кейін панама. Бұны білесіздер, менде сабағы бар. Қазіргі уақытқа келсеңіздер өте әдемі, өте ыңғайлы, бір ерекше болып тұрады. Бұның қасына қосып, осы сумкасын тоқып алып, екеуін бірге киіп жүрсеңіздер, точно ерекше болып жүресіздер, иншалла. Өзіме қатты ұнайды. Қыздарымға жабысып жүргені, осындай сумкасымен панама тоқып бере қалыңыз деп болған, бірақ кішкентай бөтен болған себепті қазір уақытым өте тығыз. Көп тоқи алмай жүрмін. Осымен қыздар, мен сіздерге барлық жұмыстарымды көрсетіп болды. Видео тұрған. Енді сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаған болса, міндетті түрде арнама тіркеліңіз, лайк басып, комментарий жазып, қолдап жүруді ұмытпаңыз. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, бұйымдарыма қатысты, немесе айтатын пікірлеріңіз болсын, сындарыңыз болсын, міндетті түрде комментарийға жазып бөлісіп кетіңіздер. Мен сіздерді міндетті түрде оқитын боламын, жауап беретін боламын, және өте қатты қуанатын боламын. Осымен бұл видео аяқталды. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум. Тіркелуді ұмытпаңыз.